Адамдар салауатты өмір салтын ұстана бермейді. Соның салдарынан қан қысымы ауруына шалдығып, еңбекке жарамсыз болып қалған жастар көбейген. Қан тамырының қысымы ең көп тараған сырқаттың бірі. Статистика бойынша елімізде әрбір 10-шы адам ауырады екен. Ал республика бойынша адам өліміне соқтыратын аурулардың ішінде қан қысымы бірінші орында тұр екен. Қазіргі уақытта қан тамырлары аурулары ең көп таралған. Олардың арасында бас миының қан тамырлары аурулары үлкен орын алады. Олар жүрек аурулары мен онкологиялық аурулардан кейінгі 3-ші орындағы өлім себепшісі болып табылады. Бас миының қан тамырларының зақымдануы басқаларынан жиі мүгедекке әкеледі. Біздің елімізде бас миының қан тамырларының зақымдануынан статистика бойынша 100 000 адамның ішінен 800-ін алады екен. Шамамен 65 жастан асқан адамдардың 5% бұрын бас миының инсультін алған. Бас миының қан тамыр ауруларының негізгі алдын алу шараларына гипертония мен атеросклероз ауруларын ескерту және емдеу. Өйткені бұл аурулар ми қан айналымының бұзылуының себепші болып табылады. Ми тамырларының атеросклерозының ауыр көрінісі инсульт. Ми қан айналымының бұзылуы аяқ асты туындауы мүмкін. Мидың тіні зақымданып, бас миының жұмысы бұзылады. Сондықтан біздің ұсынғалы отырған рецептілерімізді жақсылап дәптерге жазып алыңыздар. Міндетті түрде қажет болады. Қан тазарса, бауыр, асқазан, ішек, шлактан тазарады, әрі сыртқы ішкі саулығыңыз жақсарады. Бұл әдіс сіздің қаныңызды улы заттан, шлактан тазалайды, әрі қан айналымын жақсартады. Сондай-ақ ақуыздың деңгейін реттеп, қанның құрамын жақсартады. Ол үшін мына 4 шөптен тұнба әзірлеп қолданыңыз. Қырмызы гүл мен бүрген тұнбасы. 2 литр суға 30 грамм кептірілген қырмызы гүл, календула және бүрген калина ұнтағын салып, отқа қоясыз. Қақпағын мықтап жауып, баяу отта қайнауға дейін жеткізіңіз. Сосын отты оттан алып, қою керек. Салқындаған кезде қабатталған дәкенің көмегімен сүзіп алып, 50 грамм бал араластырыңыз. Дайын болған емдік тұнбаны бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қою керек. Ем ретінде 300 мг тұнбаны таңертең таңғы астын алдын ішесіз. Ақтал тұнбасы 400 мл суға 1 ас қасық кептірілген ақтал тамырының ұнтағын саласыз. Баяу отта 10-12 минут қайнатып, оттан аласыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тағы да 4 сағат тұндырып қою керек. Дайын болған емдік тұнбаны 100 граммнан тамақтан алдын қабылдаңыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Ақжелкен тұнбасы. 50 грамм ұнтақталған ақжелкен тамырын 500 мл суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң оттан алып, 2-3 сағат тұндырыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамақпен бірге қабылдайсыз. Емді күніне 3-4 рет жүргізуге болады. Қайың шырыны. 1 апта бойы үзбей қайын шырынын ішсеңіз, қаныңыз тазарып, айналымы жақсарады. Нәтижесінде бойыңызды демдеген дерттер құтыласыз. Өзіңізді жайлы сезініп, саулығыңыз жақсарады. Осы кереметке ие болу үшін тәулігіне 1-2 литр қайың шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. Мына азықтар қанды тазалайды. Халықтық әдістен бөлек күнде тұтынатын кей тағамдар да қанды тазалауға қабілетті келеді. Нақтырағын айтқанда, лимон, сәбіз, брокколи, қызылша, алма, күркуму, осы жемістер мен көкөністерді жиі жеп жүрсеңіз, қанды улы заттан оңай тазартасыз. Сонымен қатар асқазан ішек жолдары мен бауырдың саулығын жақсартасыз. Осымен біздің видео соңына жетті. Арнаға тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Біздің ұжымның еңбегін бағалап өтерсіз деген үміттеміз.